Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 5-ші сынып Students Book кітабындағы 96 және 97-ші беттегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Unit 8, The Same Culture, 8-ші бөлім, Culture тақырыбы. Exercise number 1, бірінші жаттығуды орындайық оқушылар. Бірінші жаттығуды былай деген: Do the quiz on page 97 about buildings in Astana. Then listen and check your answers дейді. Яғни 97-ші беттегі, яғни сауалнама десек болады, тест десек болады, соны орындауымыз қажет және одан кейін тексереміз. Astana that visitors should see. They show the creative spirit of our culture and a new era for our country. First of all, there is the Peace Palace. The building has 5 levels of triangles which make the shape of a pyramid. The colour of the building can change from blue, gold, green and red. Next is Han Shatter. It is 150 meters high, and inside there is more space than 10 football stadiums. It looks like a tent, and inside it's warm in the winter and cool in the summer. The Bayteriak Tower is a symbol of Astana, the new capital of the country. It's 105 meters tall and is a very good place to see other places in the city. Akorda has a big blue dome and a long spire in the middle of the building. Akorda means White House. The president, Nursultan Nazarbayev, lives and works here. The Hazrat Sultan Mosque is new. It was opened in 2012. It's also very big. There is space for 10,000 people inside. The museum of the first president of Kazakhstan is unusual because it is both a museum and a library. The library holds about 2,200 books. Some of them are written by the president. So people, let's do exercise number 2, match the places 1-6 with the things AF. Оқушылар екінші жаттығуды, яғни сәйкестендіруіміз қажет. Бірден 6-ға дейін нөмірленген сөздерді, соларға қатысты сөздер бізде A-ден F-ке дейінгі әріптерде тұр. Мысалға, бірінші сөзге қарайық. Library. Library ол бізде кітапхана. Оған қатысты сөз бізде books, кітаптар. Екінші museum. Museum ол бізде мұражай, музей. Оған қатысты бізде оқушылар exhibits сөз тұр. Үшінші art gallery. Art galleryге біз F тұрған сөз, яғни paintings сөзін жазамыз. Төртінші theater. Theater ол бізде театр. B place жазамыз. Бесінші concert hall. A жауабында тұр shows. Алтыншы cinema. D films қасына жазамыз. Келесі exercise number 3, үшінші жаттығу. Put the verbs with the correct noun to make a collocation дейді. Оқушылар көріп тұрғандарыңыздай бізде көкпен қоршалып тұрған бізде етістіктер, сол етістіктерді бізді қасында тұрған зат есімдермен сәйкестендіріп қоюымыз қажет. Яғни зат есімдер nounда тұр: a book, some paintings, a film, history, live music, sightseeing деп. Солардың бізге осы зат есімдерге қатысты етістіктерді тауып қоюымыз керек. Мысалы, a book деп тұр, кітап. Borrow a book болады. Біреуден бір нәрсені алу, қарызға алу деген сияқты, ала тұру деген мағына білдіреді. Келесі екінші. Some paintings, яғни бірнеше кейбір картиналар дегенді білдіреді, яғни мұражайда тұратын деген сияқты. Көрмеде оған біз look at сөз етістігін жазамыз, яғни қарау, көру деген. Look at some paintings. Үшінші a film. Watch a film болады, яғни фильм тамашалау. Төртінші history. Study history болады, яғни тарихты үйрену деген. Live music. Listen to live music болады. Алтыншы go sightseeing деп жазамыз. So the next exercise number 4, in which places 1-6 in the quiz can you do the things in exercise 3 дейді. Оқушылар үшінші жаттығудағы
көрген, яғни орындаған етістіктер, сол етістіктерді алып квиздағы, яғни Астанадағы ғимараттар туралы нәрселерге байланыстырып, ол жерден не істей алатынымызды жазуымыз қажет. Мысалға, былай тұр: You can borrow a book at the museum of the first president of Kazakhstan дейді. Сен Қазақстандағы тұңғыш президент музейінен кітап ала аласың дейді. Енді мысалға тағы да басқа жерлерден қандай нәрсе ала аламыз? Сол квиздағы түрлі ғимараттардағы мысалға не нәрсе ала аламыз? Мысалға өлең тыңдай аламыз, сурет салатын көрмені көре аламыз деген сияқты сөйлемдер құрап жазуымыз қажет. Мысалға былай жазсаңыздар болады: You can look at some paintings at the Palace of Peace and Reconciliation. Және де You can watch a film at the Han Chateau Entertainment Center деп осылай сөйлем құрап өздеріңіздің сөйлемдеріңізді жазсаңыздар болады. Келесі бізде exercise number 5. What do these famous Kazakh people do? Complete the sentence with the names for creative people. Оқушылар бұл тапсырмада қазақтың танымал адамдарының, яғни аттары берілген, олардың кім екенін біз осы көкпен қоршау отырған сөздерден тауып жазып қоюымыз қажет, яғни дұрысын. Мысалға біріншісіне қарайық: Абай Құнанбайұлы is a poet болады бұл жерде. Яғни Абай Құнанбайұлы ақын болған, иә. Екінші бізде Абылайхан Қастеев is an artist болады. Яғни суретші. Абылайхан Қастеев is an artist, суретші. Үшінші Гүлшат Умарова is a film director. Яғни Гүлшат Умарова режиссері. Төртінші Оралхан Бөкеев is a playwright. Соңғы Үркер a pop band деп жазамыз. Ал оқушылар exercise number 6 6-шы жаттығуда answer the questions деп тұр, яғни сұрақтарға жауап беруіміз қажет. Ауызша жауап берсек болады. Мысалға бірінші сұрақ: How many books do you read in a week? Сен аптасына қанша кітап оқисың деген. Екінші сұрақ: What kind of films do you like? Саған қандай фильмдер ұнайды деген, қандай фильм түрі ұнайды деген. Соңғы Who is your favorite band or singer? Сенің сүйікті тобың немесе әншің дейді. Осы сұрақтарға оқушылар өздеріңіз ойланып жауап бересіздер. Ендеше оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Goodbye, students.